бәрімізде тым шықпайтын күндер болады. Бәріміз сол үшін көңіл-күйіміз түсіп, сөйтіп жүреміз. Бірақ та бәрі өз уақытымен. Менің арманым бар. Төзімділік қажет еткізеді. Бұл менің жолым, менің таңдауым. Ален, начинаем? Всем доброго времени суток. Это тур по квартире Seven Light. Жан, привет. Посмотрим, что делает Эйр. Эйр, передай привет камере. Ну, давай потом будем снимать. Ладно. А чё? Сейчас. Что делаешь? Ладно. Он сегодня не в настроении. Осындай көңіл-күйімде жүргеніме себеп бізге тапсырма берді. И мәтін жазу, өлеңнің мәтін жазу қиынға соғып жатыр. Өйткені мен робот емеспін, және де шабыт деген келе бермейді сен қалаған уақытында. Ол өз уақытында келетін нәрсе. Бірақ ештеңе қарамастан ол тапсырмамен міндетті түрде жақсы тапсырам. Жақсы атқарам. Не істеватсың? Не істедім. Ештеңе істеп бердім. Очередь, да? Да. Тұрмын туалетке кіруге. Окей, next комната. Привет. Привет, Тача. Тача, что ты делаешь? Смотри. Окей, как обычно, ничего интересного. Сай. Проиграл я из-за тебя. Прости, брат. Сай, чем занимаешься? Все понятно. Найдем третьего рэпера, да? Что делаешь? Ладно, я все вижу. Вот обычно такая же гора посуды у нас каждый день. Жеті адам болғандықта осындай. Жеті адамға шай ішу, тамақ беру оңай емес. Ыдыс деген көп болып жатады. Сәлем, пап, қалың қалай? Жақсысыңдар ма? Ассалаумағалейкум, қалдар қалай? Жау жоқ па? Шүкір, жақсы. Не істеватсыздар? Қалайсыңдар? Қалай, ауа райы жақсы ма, әлі? Жоқ, бізде салқын. Салқындауыз. Жақсы. Жақсы ма? Жоқ, мама қалай, қажекен қалай, боташ қалай? Етегілер қалай, балалар? Шүкір, бәрі жақсы. Үлкен ауылда ата әжелеріміз аман, барып кеттік. Аман, үйде, жұмыс көзім. Ой, сол бізде мына жақта кішкене нюанстар отыр, шаршап кеттім ғой. Өз-өзімен стресс, тағы да бірдеңе пайда болған сияқты жүрді. Өз-өзіме уверенностьті жоғалтып алдым ба, білмеймін. Шаршап жүр, может, білмеймін, кетем ба деп ойлап жүрмін мына жерде. Ну, творчестводан кеткім келіп жүр ма, либо білмеймін, түсінбей жатырмын. Шаршап кеттім вообще, қиындап батырмын күн өткен сайын. Өмір, вообще, қай неде оңай кететін емес қой. Сен өзің осы сияқты таңдадың кезінде. Мен саған қарсы келген жоқпын. Қиындық болмай, оңайлық болмайды ғой. Мен жеңе өлу керек. Баяғыда сондай қиындықтардың бәрінде өзімізде болдық қой, өзіміз білесің. Так что қиындық болады. Соның бәрін нету керек. Жеңу керек. Сен мына жақта қарындастарың, інілерің, менің ағатайым деп болса, неден телевизорден бірдеңені көріп қалғанда нетіп жатады. Сенен
негатив етіп отырады орысша айтқанда. Сол себептен сен на полпути қолыңды жіберуге болмайды до конца. Все, онда жақсы пап, онда хабарласамыз ертең. Все, жақсы болатын ғой. Давайте, все. По приезду с Алматы в Астану мне нужно было перейти в школу, поскольку я школьник. Меня не приняли в 3 школы подряд. У меня возникли проблемы. Эти проблемы, они не решались порядочное время. И после того, как я все-таки перешел в школу, мне пришлось работать еще усерднее. Мне нужно было совмещать свою школу с ребятами, с творчеством. Это все не очень легко. Да, это все не очень легко. Да, молодцы, да. Show must go. Окей, давай попробуем. Да, еще раз. Что-то не брать, что-то не то. Что с голосом? Да не, ладно. Жан, не болып қалды? Давай қайтадан айтып көрейік. Ой, не болды? Түсірмей қойсаңыз қазір. Көңіл күй жоқ, только настроение жоқ. Түсіп кеттік қой, шығып кетейік. Ну, не оқып. Кішкене дауысын араласың. Ма? Жаңа дауысын не алып қалды. Жаңа дайындалып жатқан кезде ма? Репетицияда ғой. Негізі до этого жақсы орындап еді ғой. Жоғарыда тамағына бірдеңке болып қалды. Давай ол подбодрим как-нибудь. Қазір демалысында бар, өлең айтып кетемін да бәрі. Сәл демалып алсын, кейін дайындаласыңдар. Все. Қолдайық енді кішкене болса да. Барып қолдайық. Все, окей. Как он так несет? Текст жазады. Что бұл нәрсені болмайды? Тәуш. Түсініксіз. В общем, текст жазып и ана каверге басына андай рассказ істегім келеді, әңгіме. Әңгімемен бастап, как раз сол уақытта қаланың шуын, либо жел, либо бір жаңбыр ма, сондай бір добавить ететін бір эффект болатын болса, и потом сол уақытта әңгімені оқыса, елестетші сол сен қалаған биіктікті, пауза, и потом әрі қалай, и потом вокальный партия. Типа такой еще. Күшті болатын сияқты. Просто басына бастағанда атмосфераны күшті береді деп ойлаймын. Суын шеш. Анда бокал тоң жоқ па? Нормально все по тексту, что там? Қиынға соғып отыр. Неге? Шабыт бір уақытта келмей жатыр. Түсіне алмай жатыр, блин. Мына жерде сенің партияң былай болады. Жол жабылса да, адассам да күш жетеді өзгертуге зұлым әлемді. Давай изменим, чтобы последние строчки они были как бы кричащие. Әлемді. Жол жабылса да, адамса да күш жетеді өзгертуге зұлым әлемді. Я болады. Солай да болады тоже. Ну просто, видишь, по смыслу. Жол жабылса да, адассам да күш жетеді өзгертуге зұлым әлемді.
бастысы. Бірақ та біз топ болғандықтан бәріне бірге төзе білуіміз керек. Сол үшін аянбай еңбек етіп, қарқынды жұмыс жасап, нәтиже көрсетеміз, биік шыңдарға жетеміз. Елестетші, сол сен қалаған биіктікті. Қалай ұнайды ма? Әрине ұнауы тиіс. Біздің ойымызша ол шыңға уақыт шектеу жоқ. Шын өтемін болып келген мақсатым, бір үмітпен қалды өзіменен асыл болған сезім. Шындырай мен алғаш ізге Жақын болғым келеді айналамда, қол жеткізем арманға дәлелдеп қалғандарға. Талпынамын лебі сені, бізге ой керек етпейді, қолымнан келеді дегені ғана алға жетелейді. Сөзімді қола қалмайды көп іс, неге қорқыныш қайда барамын? Күресуге дайынмын, соңғы демім таусылғанша менде бар үміт, бір арман және көзден аққан тамшы. Жол жабылса да адастам да күш жетеді өзгертуге зұлым әлемді. Жарық қашырған түбінде болсам да шыңырауды. Есіме салынған әлі жаспын, мен өзіме өз басты жаумын. Бәрі қолымнан келеді биік шыңалысымен, бергенде күштісінде бір елес. Жеті жарықтық ешқашан өшпес. Кедергі толы болған қисық жолда, шуын табу мүмкін қиын болар. Арманым келемін саған кездесуге, жүгіре жетем сенмен жүздесуге. Forever, ever, ever, ever. Forever, ever, ever, we are young. Forever, ever, ever, ever. Dream, hope, move ahead. Forever, ever, ever, We are young. Forever, we are young. Кедергі толы болған қисық жолда, шешуін табу мүмкін қиын болар. Forever, we are young. Арманым келемін саған кездесуге, жүгіре жетем сенмен жүздесуге. Forever.